Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4 Власинфо көрермендері. Біз кеше 5 желтоқсан 2022 жыл Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Малайсары станциясына барып, мектеп директоры Мүлкібаева Күнсұлу ханым 76 жастағы кейуанаға қол көтерді мыс деген ақпаратты естіп, сол арыз шағым негізінде жаңағы репортаж жасаған болатынбыз. Біз бірақ Күнсұлу ханым бірақ нәрсені ескермей жатыр, өзін қорғап жатыр ғой, біз оның бәрін түсініп тұрмыз. Кез келген адам өзін қорғау керек, бірақ заңды қорғау керек, заңды білу керек. Мен қазір ішкі істер министрі Ахметжанов мырза, еліміздің бас прокуроры Асылов мырза, еліміздің президенті Тоқаев мырзадан өтінерім, мына жаңа Қазақстанда, мына ескі Қазақстанның заңын тоқтатсаңыздар. Біз журналистер 58-ші бап аясында қазір мен өзімнің арызымды түсіріп қойдым барлық құзыретті органдарға. Мен ол кісі сияқты жасамадым. Мен кеше де репортажды дұрыстап бақылап қарасаңыздар, барлық құзыретті органдардың жаңағы өкілдері отырып, осы бағытта ресми ақпарат берді. Біз ешқандай жалған ақпарат бермейміз еш уақытта. Осыны ескерсеңіздер. Ал енді бүгінгі күні халықты дүрліктіріп, мынандай қылмыстық кодексте бап бар. Умышленное разжигание социальной розни дейді. Яғни менің істі болғанымды алға тартып, Мүлкібаева ханым өзінің қол астында жұмыс жасайтын мұғалімдердің жаңағы қысым көрсету арқылы ма екен, басқандай мотив беріп мен білмеймін, бірақ жаңағы өзінің қол астында жұмыс жасайтын адамдарды кез келген адам қалай жаңағы бағындырғысы келсе солай бағындырады. Өзін қорғағанда да ол барлығы заинтересованный лица. Мына видеоға тұрып мен заң бұзған мыс, ішіне заңсыз кірген мыс, оның бәрі жалған ақпарат, барлығы менде видео сақталған. Видео негізінде дәлелдеп бере аламыз. Біз ешқандай заңнамалық тұрғыда ешқандай заң бұзған жоқпыз. Бірақ ол кісі бірақ нәрсені ескермей отыр. Қорғанған кезде де заңды қорғану керек. Ал енді еліміздің бас прокуроры Берік Ноғайұлы бұл ақпараттардың бәрін толыққанды тексеріп, коррупциялық жаңа қылмысқа байланысты ақпаратты тексеріп, одан кейін бізге бұл жаңа репортаж ақылы төленді деп жалған комментарий жазғызып жатқан азаматтардың барлығын аккаунттарын анықтап, осы бағытта дәлелдері болмаған жағдайда мектеп директорынан бастап барлықтарын қылмыстық жазаға тартуыңызды сұраймыз. Және 58-ші бап бойынша, бақ өкілдерінің 58-ші бап бойынша менің жұмысыма тікелей қасақана түрде қиянат қылып, менің жұмысыма кедергі жасап жатқандықтан жаңа халықты жинап алып, кері ақпарат беріп, өзінің жеке мүддесі үшін дүрліктіріп атқан азаматшалар мен азаматтарға айтарым, қылмыстық жазаға осы азаматтар тартуларыңызды сұраймын. Себебі менің істі болғанымды алға тартып, Қазақстан Республикасының Конституциясының 14-ші бабын бұзып, менің істі болғаныма елге сондай жалаң ақпарат беріп отырған мектеп директоры болсын, басқа да қызметтер болса, заң алдында жауап беруін талап етемін. Және менің жұмысыма қасақана кедергі жасап жатқысы келген және жалған ақпарат беріп, халықты қасақана түрде ұйымдастырып, оларды топ-топ қып құрғызып, видео жазғызып, осылай халық дүрліктіріп атқан азаматшаларды заң шеңберінде жазалауды талап етемін. Және мен ол кісінің заң шеңберінде жасап атқан әрекеті дұрыс емес екенін дәлелдеп беруге дайынмын. Және де құрметті Кербұлақ ауданының тұрғындары, сіздерге ешқандай жаңа қиянат келтірілген жоқ. Сіздер видеода айтып жатсыздар ғой, сіздердің ар-ұяттарыңыз тапталған жоқ. Сіздердің видеоларыңыз мен үшін түсініксіз. Және мені жақсы көрмей қойыңыздар, мені ұнатпай қойыңыздар. Сіздерден мені бір керемет әспеттеп басқа отырыңыздар деп тұрған ештеңе жоқ. Бізге арыз шағым түсті, біз оны заң шеңберінде тексеруді ғана талап еттік. Ол тұрғысында жаңағы барлық құзыретті органдар өзінің жауабын берді. Яғни кеше репортаждан кейіпкер болған барлық құзыретті органдар әкімдіктен бастап бәрі жынды болып тұр ғой менімен қатар. Сіздердің барлықтарыңыз ақылды екенсіздер де, сонда кеше бізде кейіпкер болып ресми ақпарат берген азаматтар мен азаматшалардың бәрі ақымақ болып тұр екен ғой, сіздердің ойларыңызша. Бірақ бұл ескі Қазақстанның әдістері, құрметті қазақстандықтар. Жаңа Қазақстанда жаңа заңдар бар екен біліңіздер.
Және Күнсұлу ханымға айтатыным, өзіңізге сенімді болсаңыз, кеше мені шақырып, мен сізге жүріңіз, сізден сұхбат алайын, сіздің де тарапыңызды тыңдайын дегенде, сіз содан бас тартқан едіңіз. Өзіңіздің мінезіңізді көрсетіп, дөрекілігіңізді көрсеткен едіңіз. Артынша өзіңіздің қол астындағы қызметкерлерді жинап алып, оларға қасақана түрде айтқаныңызды жазғызып, айтқызып қойғаныңызға жолы болсын. Негізі кез келген директор өзінің біліміне, біліктілігіне сенімді болатын болса, бұндай әрекеттерге бармайтын еді деп ойлаймын. Бірақ енді ол ондай дүниеге баға беруші мен емес. Бірақ кез келген сіздің әрекетіңіз заң тарабында қаралып, сізге де заң шеңберінде шара қолданатынына сенімді болыңыз.